Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге песочный қамырдан жасалатын етті пирогтың рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетуді ұмытпайық. Ең алдымен осындай еріп тұрған сармаймызды ыдысқа салып, үстінен електен өткізіп ұн саламыз. 1,5 шай қасық тұз саламыз және қопсытқышты салып, қолымызбен осындай песочный қамыр илеп аламыз. 200 грамм қаймақты және 1 жұмыртқаны салып, қамырымызды әрі қарай илеуді жалғастырамыз. Егерде қамыр қолыңызға жабысқақ болып жатса, үстінен аздап тағы ұн салуға болады. Ұн салып, қамырымызды осылай тағы да жақсылап илей береміз. Ең бастысы, қамырымыздың ортасында түйіршіктер қалмауы тиіс. Және илеп болған соң, осындай целлофанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамыр қолға жабыспайды, бірақ жұп-жұмсақ болып шығады. Салмасы үшін бізге 4 пұшты еті туралған картошка, жуа, тауықтың төс еті қажет. Кез келген дәмдеуішті салып, үстінен тұз салып, 50 грамм сармаймызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз. Біреуі үлкен, біреуі аздап кішірек болуы тиіс. Үлкен бөлігі ол астыңғы бөлігі, ал кішкентай бөлігін бетіне жабатын боламыз. Және қамырымызды осылай жайып алатын боламыз дөңгелетіп. Осылай жұқа етіп жайылған қамырымызды дөңгелек табамызға салып аламыз. Ал енді пирогымыздың бетіне жабатын бөлігін жайып алатын боламыз. Салмамызды салып, қолымызбен жақсылап, барлық жеріне бірдей етіп жайып шығатын боламыз. Ал енді беткі бөлігін орналастырып, қамырымыздың шеттерін бекітіп аламыз. Шеткі бөліктерін бекітіп алған соң, осылай жақсылап түйіп алатын боламыз. Ал ортаңғы бөлігін осындай шпажкенің көмегімен дөңгелек етіп тесіп аламыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын жақсылап, барлық бөлігіне бірдей етіп жағып шығамыз. Ал енді пирогымызды 35 минут пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогымыз дайын, пісіп шықты, әлі суып та үлгерген жоқ. Енді сіздермен бірге кесіп көретін боламыз. Достар, бұдан алдыңғы видеоларымның бірінде мен тұздалған қиярды аспирин қоспай-ақ атылмайтындай етіп жабудың әдісімен бөліскен болатынмын. Қазір жоғарыда сілтеме қалдырамын, өтіп көріп шығыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте жұп-жұмсақ және сочный болып шыққан. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Және де рецепт ұнап жатса, WhatsApp желісі арқылы достарыңызбен бөлісе аласыздар. Ал толық рецепті описанияда қалдыратын боламын. Описанияны осы мясный пирог деген жазудың үстін бассаңыз, описание көрінетін болады. Баршаңызға ас болсын!